Болжау арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алдыдағы келе жатқан аптаға әр жұлдыз белгісіне арнайы болжау түсіремін. Болжауды бастамас бұрын айтарым, алдыңғы апта шыға алмай қалғанымды мені іздестірген көрермендерім бар екен. Сіздерге айтарым, менің денсаулығым жайлы бұрыннан білесіздер. Сол мүлдем тұра алмай қалған кездер болмаса, басқа кездерде шамам келгенше болжауды үзбей шығарып отыруға тырысам. Тілеу тілектеріңізге, барлықтарыңызға үлкен алғыс, барлықтарыңызға амандық тілеймін, апталарыңыз сәтті өтуін тілеймін. Болжауымызды бастайық. Тоқты жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Өзіңізді бір мұқтаж сезінген жағдайда, көмекке мұқтаж, көңілге мұқтаж, қолдауға, немесе өзіңізге бір жақын адамның көмекке мұқтаж болған жағдайына көмек бересіз, немесе өзіңізге қажет уақытта керек көмек келеді. Бір адаммен араласқаннан жақсы әсер аласыз. Бір шын көңілмен, таза ниетпен, орнына ешқандай ештеңке сұрамай көмек қолын созатын жағдай болады. Немесе сізге, немесе сіз бір адамға. Бір адамдармен араласқаннан өзіңізді жақсы көңіл күйде сезінесіз. Үйіңіздің шаруасына қатысты, немесе бір істе нақты алғашқы нәтижелеріне ие боласыз. Күтіп отырған бір іске қатысты сізге бір адамдар көмек қолын созуы мүмкін. Тұрақтылық болады, бір шаруаларыңызды тиянақтайсыз. Кейбір тоқтыларым аптаға әсер беретін. Жақсы көңіл күйде боласыздар. Бойларыңызда күштеріңіз тасып, бір алтыларыңызға жақсы мүмкіндік келеді. Сол мүмкіндікті пайдалануға деген бойларыңызда қажет күш артады. Бір той тойлауға себеп болуы мүмкін. Қуанышты көңіл күйде боласыздар. Кейбір тоқтыларым өздеріңізге осы апта барысында демалыс алатын жағдай болады. Үй ішіңіздегі адамдармен тұрақты, бір оң арақатынастағы егер түсініспеушіліктер болған болса, сол шаруалар шешіледі. Көптен кейінге шегеріп жүрген бір көбінесе үйдің шаруасын, немесе табыс көзіндегі шаруаны қолға алуға деген құштарлық артады бойыңызда. Аптаның басында өте бір ашық көңіл күйде, өзіңізді жеңіл сезінетін, жағдайыңызға сеніміңіз артқан күйде, тәуекелге бас тігуге деген бойыңызда құштарлық болады, сенім өзіңізге деген. Бір жаңа мүмкіндіктер, немесе енді бастағалы жатқан жаңа қадамдар, жағдайыңыздың жаңарғаны, бір ескінің аяқталып, жаңаның әлі басталмаған кезеңі. Немесе балаларыңызбен байланысты бір іске күш саласыздар. Үйлеріңізге балаларыңыз қонаққа келуі мүмкін, туғандарыңыздың балалары. Өздеріңіз кейде сол табыс көзіне бір жаңалық енгізесіздер. Жаңа табыс көзіне, жаңа жұмыс орнына қадам басатын кейбір тоқтыларым. Егер жаңа жерге жұмысқа орналасқан болсаңыздар, алғашқы кезең аптаның басында. Немесе сол табыс көзіне жаңадан бір бұрын пайдаланбаған жолдарын қарастырып, өзгерістер енгізесіздер, күш саласыздар. Көбінекей тоқтыларым аптаның басында сол бір қолдарыңызға алған көбінекей табыс көзімен байланысты істе бар ойларыңызды, күштеріңізді, сол көңілдеріңізді сол іске бөлетін күйде боласыздар. Арақатынаста да немесе
бір қадам жасауда жан жақты қарап алып, ойланып сөйлейтін, ойланып қадам басатын күйде боласыздар. Тиянақтылыққа басымдылық беретін, бір тұрақтылыққа, өздеріңіздің әдет болған бір шаруаларды қолға алып іске асыруға күш саласыздар. Сапалы атқаруға тырысасыздар. Әрбір қолдарыңызға алған істің сапасына мән бересіздер. Бір қолдарыңызға алған істі уақытылы аяқтауға тырысасыздар. Кейбір тоқтыларым аптаның басында бір жерге жетесіздер. Егер жолға шыққан болсаңыздар, жолға шығуды жоспарласаңыздар, сол барамын деген жерге баратын, немесе бір табыс көзімен байланысты өздеріңізге жаңа ұсыныс аласыздар. Бір қызықты. Кейбір тоқтыларым сыйлыққа немесе сол аптаға әсер беретін жағдай, көмек қолын аласыздар, көмек қолына ие боласыздар. Кейбір тоқтыларыма бір адамның қамқорлығы, қолдауы болады. Үйлеріңізге достарыңыз қонаққа келуі мүмкін, достарыңызбен кездесетін жағдай. Енді кейбір тоқтыларым туғандарыңыздың үйіне қонаққа баруларыңыз мүмкін. Бір адаммен бір мінезі жұмсақ, сезімтал, сондай қамқорлық танытатын, бір көбінесе ер адаммен аптаның басында табыс көзімен байланысты кездесіп, бір шаруаны талқылайтын жағдай болуы мүмкін. Кейде жұмыс орнында аптаның басында ойланбастан бір немқұрайлық танытатын, ойланбастан бір адамға ерегесем деп, бір өзіңіз ұятты болып қалатын қадамдар жасауыңыз мүмкін. Көп ойланбай, терең ойланбай. Бір кейін күлкімен еске алатын жағдай орын алуы мүмкін. Қолға алған шаруада. Аптаның ортасында осыған дейін жұмсаған күштеріңізді қалпына келтіруге көңіл бөлесіздер. Өздеріңізге демалыс беретін, немесе бір күрескен істе күш салған бір мәмілеге келесіздер. Өздеріңізге қолайлы жағын таңдайтын, бір шаруа соңына дейін шешілмесе де, қолайлы уақыт күтумен өздеріңізге қажет бір демалыс беретін, бір істі кейінге шегеріп қоятын күйде боласыз. Ойлануға, өзіңізге, денсаулығыңызға көңіл бөлетін күйде боласыздар. Кейбір тоқтыларым аптаның ортасында туғандарыңыз, бір әйел адам үйлеріңізге қонаққа келуі мүмкін, аналарыңыз болуы мүмкін. Кейбір тоқтыларымда әжелеріңіз, немесе бір туысқан әйел адаммен кездесетін, сол адам жайында жаңалық алатын жағдай болуы мүмкін. Кейде кейбір тоқтыларым балаларыңыздың оқытушысы, білім беретін әйел адам, немесе егер балабақшаға баратын балаларыңыз болса, сол балабақшада қарайтын әйел адаммен кездесетін, бір жағдайды талқылайтын күйде болады кейбір тоқтыларым. Жан-жарларыңызбен байланысты бір шаруаны шешуге көңіл бөлесіздер. Оң әсері болады бір әйел адамның сіздерге қолдауы, көмегі. Өздеріңіз өте сезімтал күйде боласыздар аптаның ортасында. Егер денсаулықтарыңызға көңіл бөлетін күйде болсаңыз, аптаның ортасында сол әйел адам сіздердің аналарыңыз, тәтелеріңіз денсаулықтарыңызға қарайтын, сондай бір қол ұшын, қолдауын көрсететін жағдай болады. Кейбір тоқтыларым аптаның ортасында өздеріңізге бір нәтижелі іс атқарасыздар. Бір тұрақты күйде күш салғандарыңыздың арқасында сәттілік болады. Бір шаруаны шешесіздер. Ол өздеріңіз жолға шығып бір төлемақыларды жүзеге асыруларыңыз мүмкін. Бір мекемелерге бару арқылы, немесе табыс көзінде алған тапсырыстарға көңіл бөлетін, күш салатын күйде боласыздар. Табыс көзімен байланысты жолға шығатын жағдай болады кейбір тоқтыларым. Аптаның соңында кейбір тоқтыларым аптаның соңында өмірлеріңізде жаңа кезең басталады. Бір шаруаны артта қалдырасыздар. Бір ауыртпашылықтан босап шығатын күйде боласыз. Жақсылыққа қарай жағдайыңыз өзгереді.
өзіңізге бір маңызы бар, өзгеріс әкелетін шешім қабылдауыңыз мүмкін. Өміріңізге өзгеріс енгізетін. Туғандармен араласатын, бір өзіңізге маңызы бар, жаңалық еститін. Кейде өте маңызды бір әңгіме орын алатын жағдай болады. Бір шаруаны сәтті аяқтайсыздар. Кейбір тоқтыларым сол бір шаруаны соңына жеткізіп, төлемақысына ие боласыздар, өтемақыға. Немесе сол жемісіне ие боласыз, әркімде әртүрлі енді жолмен. Бір сәттілік орын алады аптаның соңында. Өзіңіздің күйіңіз жан-жағыңызбен, өзіңіздің жаныңызбен бір тату күйде боласыз. Тіл табысқан күйде. Кең ойланатын, барлығын түсінетін, бір жаныңыз тыныш күйде боласыз. Бір жағдайға көңіліңіз толған, бір жағдай емес, барлық сол күйіңізге көңіліңіз толған күйде боласыз. Енді кейбір тоқтыларым алған жауапкершіліктермен байланысты өзіңізді шаршатқан күш салып барып, сәтті аяқтайсыз. Бір қарыздармен байланысты шаруада сәтті шешесіздер. Бір маңызды өзгерістер орын алады. Кейбір тоқтыларым аптаның соңында кредиттеріңізден құтылатын, бір босап шығатын, бір алған жауапкершіліктен босап шығатын күйде боласыздар. Өздеріңізді шаршатқан бір жағдайдан. Кейбір тоқтыларым шетелге жолға шығуларыңыз мүмкін. Егер сол шетелде тұратын Қазақстан, осы біздің елге келіп жүрген көрермендер болса, немесе сол шетелден басқа елге баратын. Кейбір тоқтыларым аптаның соңында жай ғана бір қоғамға шығып, елмен араласатын күйде боласыздар. Кеңес аптаға деген. Өзіңіздің ойыңызды да, сезіміңізді де, қадамдарыңызды да алдыңызға қойған осы апта барысында жоспар бойынша алдыңызға қойған мақсаттарды жүзеге асыруға, көздеуге шақырады. Бір уақытша көңіл күй, бір адамдардың әсері сізді алдыңызға қойған жоспарларыңыздан тайдырып жіберуіне жол бермеуге шақырады кеңес. Тоқтыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Торпақ жұлдызындағы көрермендермен қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Өздеріңізді бір көңілдеріңізді мазалаған, енді бір жағдайға бола шешім қабылдайсыздар, бір нақты қадам жасайсыздар. Үкімет орындарымен байланысты бір уайымдатқан, қобалжытқан жағдай болса, бір өздеріңізді қобалжытқан жағдайға қатысты жауапкершілік алып шешім қабылдайсыз. Кейбір торпақтарым бір жағдайды бұрын байқамаған жағынан байқайсыздар. Көздеріңіз ашылады бір жағдайға. Бір шаруаларыңызды тиянақтауға, санамен ойланып шешуге бейімделген күйде боласыздар. Өздеріңізге беделі бар, билік басындағы бір адаммен кездесетін, араласатын жағдай болуы мүмкін. Бір шаруаны қолдарыңызға алып өздеріңіз атқарасыздар. Кейде бір мықты ер адаммен кездесу, араласу орын алады. Бір жағдайды өздеріңіз басқаруға тура келетін күйде боласыз. Аяқ асты бір өзгерістер болады. Көбінесе бір жақсы жаққа қарай өзгеріс болады. Сіз алған бір жауапкершіліктермен байланысты қобалжытқан жағдай болса, сол жағдайда аяқ асты өзгерістер болады. Жақсы жаққа қарай. Немесе біраз қобалжып барып, нақты шешім қабылдаумен бір
сәттілік бұйырады. Қобалжудың аяғы сәтті шешіледі. Кейде бір бұрын болған жағдай қайталанады. Енді кейбір тұрпақтардың бір өзгерістерге бола қобалжу орын алады. Бірақ соны немесе бір мықты адам, жан-жарларыңыз, туғандарыңыз, немесе басқа бір үкімет орындағы адам шешіп беруге көмектеседі. Немесе өздеріңіз сол бойларыңызда күштеріңіз таситын, өздеріңізге деген сенім артатын, нақты қадамға дайын күйде болуларыңыздың арқасында сол шешуге деген бойларыңызда күштеріңіз басым күйде болады. Аптаның басындағы жағдай: көп адамдармен араласасыз. Өзіңізге бір жаңалық естуіңіз мүмкін. Ғаламтор арқылы, немесе телефон арқылы. Бір адамдарды қалауыңызға көндіретін, алдыңызға пайда болған кедергі, қиындықтардың барлығын оңай шешетін, шешімін тауып шығатын тапқыр күйде боласыз. Бір істің бастамасы, үйдегі шаруа, немесе табыс көзіндегі шаруа. Бір жобада жаңалық енгізетін, немесе жаңа бір ой келеді ойыңызға. Жаңа бастама. Кейбір тұрпақтарым аптаның басында бір ер адаммен кездесу, ер бала, немесе бой жеткен үйлеріңізге қонаққа келетін жағдай болады. Кейбіреулеріңіз бір іскер әйел адаммен кездесулеріңіз мүмкін. Аналарыңыз, жан-жарларыңыз, немесе бір үйдің қожайын әйел адам. Сондай адаммен кездесіп араласатын жағдай. Бір еңбекқор, ісіне тиянақты, жақсы бір сондай епті, өзінің денсаулығына көңіл бөлетін әйел адаммен кездесу болады, орын алады. Кейбір торпақтарым жемісті бір нәтижелі іс атқарасыздар. Қолдарыңызға алған істің, күш салғандарыңыздың арқасында сол бір жақсы нәтижесіне ие боласыздар. Кейбір торпақтарым аптаның басында олжаға ие боласыздар, немесе ақшалай көмекке ие боласыздар. Шығын кірістерді есептейтін, үйдің шаруасын бір реттейтін. Кейбір торпақтарым сұлулық сән салондарына баратын, тән сұлулығына көңіл бөлетін күйде боласыздар. Шаруаларыңыздың барлығы өз жолымен жүріп жататын тыныш күйдегі кезең. Ақылға салып, сондай бойыңызда шыдамдылық, төзімділік, кең ойлануға деген қасиеттеріңіз басым күйде боласыз. Екі ойлы, күдік мазалаған жағдайда ақылға жеңдіретін, сондай сабырға салатын, күтумен болатын күйде боласыздар. Аптаның ортасында осыған дейін істеген бір істеріңіздің қайтарымы болады. Салған күштеріңіздің қайтарымы. Өздеріңіз бір ақылмен бәрін ойлайтын, сезімнен көрі санамен дұрыс баға беретін жан-жағыңызға ойланып барып қадам жасайтын, өте әділ, сондай әділдікке деген бейімділігіңіз басым болады бойыңызда. Әділ көзқараста боласыз. Үкіметпен байланысты, үкімет орындарымен байланысты, мекемелермен байланысты, заң орындарымен байланысты, бір құжаттарды реттейтін, бір келісім шартқа отыратын, немесе бір шаруаны талқылайтын күйде боласыздар. Үкімет орындағы, заң орындағы адамдармен. Енді ол әркімде әртүрлі. Біреулеріңіз сондай бір нотариус, басқа юрист, сондай бір мекемелерге барып жүгінетін болсаңыздар, біреулеріңіз ғаламтор арқылы сол жағдайды талқылайтын күйде болуларыңыз мүмкін.
заң мен үкіметке байланысты бір шаруаларды өзіңіз бір нақты қадамдарға бейім күйде боласыз. Бір жағдайды нақты түсінетін, анық көретін, бұрын байқамаған жағынан байқайтын, түсінетін күйде тереңнен. Кейде бір сол өзіңізді уайымдатқан шаруаға қатысты шешім табасыз. Көбінесе табыс көзімен байланысты шаруада бір нақты қадамдар арқылы шешім табасыздар. Аптаның ортасында бір сәттілік болады, бір шаруаларыңыз өздеріңізді қуантатын нәтижемен шешіледі. Тұрақтылық болады, өзіңізді бір қамқор күйде сезінетін, немесе бір табыс көзі жоғарылайды кейбір торпақтарымда. Кейбіреулеріңіз сыйлыққа ие боласыздар. Кейде бір басы бос, немесе басы бос емес болса да ауқатты әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Қаланың сыртындағы бір үйге қатысты шаруа болады. Егер өзіңіз сондай бір жер үйде тұратын болсаңыз, сол жер үйдің шаруасын реттейтін күйде боласыздар. Аптан соңында кейбір торпақтарым бір қобалжу мазалауы мүмкін өзіңізді, сол аптаға әсер беретін жағдай болуы мүмкін. Немесе бір қабылдаған шешіміңізге бола өкінетін, бір өкініш мазалайтын, ар ұятыңыз мазалайтын, бір көрген түске бола қобалжитын, немесе бір көрген киноға бола бір уайымдайтын. Бірақ көбінесе бір жағдайды бар қалпынан әсірелеп қабылдайтын күйде боласыз. Соншама бір астарында әсірелеп қабылдауға тұратындай себеп болмауы да мүмкін. Аптан соңында кейбір торпақтарымда бір бизнес көзінің қожайын әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Сондай адамға қатысты бір шаруа орын алуы мүмкін. Бір мықты, өзіне сенімді, жауапкершілікті, сондай ісіне жауапты, бір кең көзқарастағы әйел адаммен араласатын, немесе сол адамға қатысты бір шаруа орын алуы мүмкін. Бір жағдайларыңызда сәттілік болады, шаруаларыңызда көбінесе. Сондай бір мықты әйел адаммен кездесу, немесе телефон арқылы араласатын жағдай. Бір шаруада өзіңіздің мықтылығыңызды танытуға, нақты бір қадам жасауға, кеңдік танытуға, кең көзбен қарауға деген, кеңдік танытуды талап ететін жағдай болады. Кейбір торпақтарым аптаның соңында аяқ асты жолға шығатын, бір асығыс жолға шығуға тура келетін, бір жерге барып өзіңіздің бір құжаттарыңызды алып келу керек болатын, бір жоспарлаған істеріңізді асығыс күйде жүзеге асыруға тура келетін күйде боласыз, жағдай болады. Енді кейбір торпақтарыма бір жағдайды бар қалпынан әсірелеп қабылдап, бәсекелестік жағдайда сөз таластыруға деген бір бейімділік пайда болуы мүмкін. Нақты бір қадамдар арқылы асығыстық танытып шешім қабылдауға деген. Ондай жағдайда шама келсе сол кеңес ретінде кең ойлануға шақырады, кеңдік танытуға. Кеңес аптаға деген сіздің сезімталдығыңыз осы апта барысында қажет мөлшерден жоғары деңгейде болатынын еске салады кеңес. Сондықтан сөз таластыратын жағдайлардан бойыңызды аулақ салуға шама келсе. Дәрі-дәрмек қабылдауға келген жерде мөлшерін байқауға, бір химиялық заттармен үйіңізде, жұмыс орында іс атқаратын болсаңыз, сол мөлшерін байқауға шақырады кеңес. Торпақтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егіздер жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға.
Аптаға әсер беретін жағдай, осы апта барысында егіздерім өте сезімтал күйде боласыз. Эмоцияларыңыз сондай бір жоғары деңгейде болады. Бір жағдайға сенімдеріңіз артады. Ертеңге деген, бір нақты мақсатқа жетуге деген, бір армандарыңызды орындалуына деген сенім артады. Жақсы бір өзіңіз қалаған бір жағдайға жетуге мүмкіндік келеді кейбір егіздеріме. Бір мүмкіндіктің жолы көрінеді. Енді кейбір егіздерімде, басы бос егіздерімде жаңа махаббат пайда болуы мүмкін. Немесе бір жандарыңызға жағымды адамды кездестіретін таныстық, кездесу, араласу орын алуы мүмкін. Бір қатты қуанатын, бір сезімге толы күйде. Кейде бір жаныңыз рахат алатын күйде. Жаныңыз бір жылулыққа ие болатын. Кейбір егіздерім енді 1% десем болады. Бір армандарыңыз орындалады. Көбінекей бір жағдайды бар қалпында қабылдауға, кешірім танытуға, кеңдік танытуға бейімділік артады. Өзіңізге кешірім танытуға. Немесе сол бір өзіңізді мазалаған жағдайды бар қалпында қабылдауға деген дайындық пайда болады бойыңызда. Кейде бір армандарыңызды нақты көруге, армандарыңызға жетудің бір нақты жолдарын көруге деген ойыңызда сондай жолдарын ойша салатын нақтылық пайда болады. Анықтап алатын, жанашырлық танытатын, жан-жағыңызға, жақындарыңызға, жаныңыздағы жанашыр жандарға сондай жанашырлық танытатын қасиетіңіз бар қалпынан жоғары деңгейде болады. Бір қолыңызға олжа келеді. Бір мақсаттарыңызды жүзеге асыруға сәтті күйде боласыз. Жақсы бір мүмкіндіктер келеді. Кейде бір ойыңыздағы істі жүзеге асыруға осы апта барысында нақты қадамдар жасайсыз. Табыс келеді қолыңызға, сол бір жаңа істі қолға аласыздар. Немесе тапсырыстар аласыздар қолдарыңызға. Егер бір табыс көзінде жаңа қадамдар жасаған болсаңыз, сол ары қарай нәтижесінде өзіңізге сәттілік болады. Жемісіне ие боласыз. Көбінекей жаңағы айтқан жағдайлардың барлығы әдет болып қалған шаруалармен байланысты, бір тұрақты болған істермен, үйіңіздің жағдаймен байланысты болуы мүмкін. Туғандарыңызбен байланысты. Көбінекей үйіңізбен байланысты өзіңіздің. Кейбір егіздерім білімдеріңізді, біліктіліктеріңізді, тәжірибелеріңізді арттыруға көңіл бөлесіздер. Бір өзіңізге маңызы бар кеңес алуларыңыз мүмкін бір адаммен араласқаннан. Немесе бір енді ғаламтор арқылы өзіңізге маңызы бар кеңеске ие болуларыңыз мүмкін. Бір адаммен сол құпия әңгіме орын алуы мүмкін, араласып арада. Кейде бір адаммен араласып консультация аласыз өзіңізге, бір шаруаға қатысты. Кейбір егіздерім бір жиынға қатысасыздар. Салт дәстүрмен байланысты. Немесе бір бұрын болған бір тұрақтылықпен байланысты, тұрақты жағдайлармен қайталанып жатқан. Кейбір егіздерім ұстаздарыңызбен кездесетін, ұстаздарыңызбен арада бір түсіністік орнайтын, егер оқу орнында білім алып жүрген егіздерім болса. Әкелеріңізден, немесе бір ағаларыңыздан, бір ер адамнан көбінекей. Немесе бір жанашыр, қамқоршы адамнан қол үшін не ие болуларыңыз мүмкін, қолдау көретін бір беделі бар бір адам қамқорлық танытуы мүмкін сіздерге. Аптаның басындағы жағдай кейбір егіздерім өткен кеткенді ойлайтын. Бір өткен жағдайларды, артта қалған бір жағдайларға көз салатын күйде боласыздар. Бір артта қалған шаруалар, істер, бір заттар өміріңізге қайтадан оралуы мүмкін. Артта қалған бір көп араласпай кеткен адамдардың әсері өміріңізге
осы апта барысында әсері болуы мүмкін. Өзіңізді бір эмоционалды күйіңіз тұрақты болады. Тұрақты сезінетін күйде боласыз өзіңізді. Балаларыңызға, енді кейбір кездерім жан-жануарларыңызға жанашырлық танытатын, сол балаларыңызға көңіл бөлетін, тәрбиесіне көңіл бөлетін күйде боласыздар. Ал кейбір кездерім достарыңызбен, көбінекей балалық шақтағы достарыңызбен араласатын, соларға қатысты, немесе бір көп араласпай кеткен туғандарыңыз, жақындарыңызға қатысты жаңалық еститін, немесе телефон арқылы араласатын, хат хабар алатын жағдай болады. Кейбір кездерім отбасылық, туғандармен арада бір нақты датаны тойлайтын жағдай болады. Ал кейбір кездерім өткен жағдайлармен байланысты сол естеліктерге шамадан тыс мән беретін күйде боласыз. Сол шамадан тыс мән беруге деген құштарлық, бейімділік артады. Өткенмен өмір сүруге деген. Кейбір кездерім салған күштеріңіздің нәтижесін күтесіздер, бір жемісін күтетін күйде боласыз. Кейбіреулеріңіз бір сәлемдеме күтетін, күтіп отырған сәлемдемені алуларыңыз мүмкін. Біреулер жеткізіп беретін жағдай болады. Бір затты күтіп отырған болсаңыздар. Бір ақылды әйел адаммен кездесулеріңіз мүмкін, өте қатал әйел адаммен. Немесе сондай бір ақылды әйел адамнан өзіңізге кеңес алатын. Немесе өзіңіз біреуге кеңес беруге тура келетін күйде боласыз. Бір жағдайға нақты баға беретін күйде боласыз, дұрыс баға беретін. Ал кейбір кездерім сол бір көп күш салып күтумен болған отбасымен байланысты, немесе бір сәлемдемемен байланысты шаруада өзіңізді бір қолға алып нақты қадамдар жасайтын, бір кейінге шегеріп жүрген істеріңізді жүзеге асыруға деген бойыңызда, енді сезімнен гөрі санамен ойланатын, нақты қадамдар жасайтын мықтылық пайда болады бойыңызда. Аптаның ортасында өзгерістер болады. Шаруалардың барлығын ойнап күліп жүріп жүзеге асыратын күйде боласыз, шешетін, уақытылы шешуге тырысатын жағдайларды бар қалпында сол өзіңіздің икемділігіңізбен бар жағдайға икемделіп кететін күйде боласыз. Бір өзгерістерге икемді боласыз. Құжаттармен байланысты, контрактымен байланысты, немесе бір хат алмасумен байланысты шаруаларда соларды жүзеге асыруға күш саласыздар, көңіл бөлесіздер. Екі жерден табыс келуі мүмкін, кіріс. Екі тапсырысты, немесе екі қызмет орында еңбектенетін күйде боласыздар. Ақшамен байланысты операциялар болады. Аптаның ортасында сондай-ақ бір шектен тыс құмарлық, қызығушылық, немесе қобалжу мазалауы мүмкін. Бір өзгерістер болады, сол өзіңізді қобалжытқан жағдайда жаңаға қарай, бір ескі кезеңнен жаңа кезеңге қарай өтесіз. Енді кейбір кездерім жоспарда болса көшіп қонатын жағдай болады. Бір жағдай өз уақыты келгенмен байланысты соңына жетеді. Соңына келген жағдаймен байланысты. Біраз қобалжу, мазалауы мүмкін. Бір ескімен қоштасқан, уақыты келген жағдаймен қоштасқаныңызға бола, қобалжыған күйде икемділік болады. Сол қобалжыған күйден табыс көзіне көңіл бөлу арқылы өзіңізді көңіліңізді бөлетін күйде боласыз, икемделетін күйде боласыз, сол жағдайға, бар жағдайды бар қалпында қабылдауға. Аптаның соңында аяқ асты бір өзгерістер болады. Бір мақсаттарыңызды жүзеге асыруға алдыға қарай құлшыныс болады. Өзіңізге бір сәтті жағдайлар бұйырғанына қарай
жағдайдың барлығы өзіңіздің көңіліңізден шығатын күйде жолға шығатын, немесе бір шаруаларды шешуде сол сәттілік бұйыратын күйде боласыз. Оң өзгерістер. Кейде бір сол күтіп отырған жағдайларыңызға қатысты хат күтіп отырған, бір нәтиже күтіп отырған жағдайда аяқ асты бәрі оңымен шешілетін күйде боласыз. Кейбір кездер аптаның соңында бір өзіңізді мазалаған, өзіңізге бір ауыр тиген, немесе көңіліңізді бір уайымдатқан жағдайдан алыстайсыз, артта қалдырасыз бір кезеңді, бір қиындықты. Осыған дейін мазалаған. Жаңаға қарай бет аласыз. Кейбір кездер аптаның соңында жолға шығасыздар. Алыс жолға, немесе үйіңіздің маңайындағы бір жерге баратын. Кейбір кездер табыс көзінде жаңаға қарай бет аласыздар. Жаңалық енгізуге, немесе жаңа жұмыс орнына. Бір ескіден бас тартасыздар. Ескі күйіңізден аптаның соңында сондай-ақ қуанатын жағдай болады. Жаныңыз жай тапқан күйде боласыз. Бір жаныңызға тыныштық беретін, бір жағдайыңызға көңіліңіз толған күйде. Бір адамдармен келісімге келген күйде боласыз, немесе өзіңізбен келісімге келген, өзіңізді қамқор күйде сезінетін, бір сәттілік бұйырады. Кейбір егіздерімде той тойлайтын, бір мейрамдататын себептер болуы мүмкін. Кейбір егіздерім бір жақсы хабар алғаннан, немесе бір өзіңізге маңызы бар жағдайдағы жақсы өзгерістерге бола, сол бір жақсы әсер алған күйде боласыз. Кейбір егіздермен аптаның соңында үлкен олжа келеді қолдарыңызға. Табыс көзі, бір еңбек ақыға ие болатын, немесе сол кіріс келеді. Кейбіреулеріңіз аптаның соңында бір мақсаттарыңызды жүзеге асырасыздар. Сол аптаға әсер беретін жағдай аптаның соңында болуы мүмкін. Бір мақсаттарыңызды жүзеге асыратын, ал кейбір егіздерім бір армандарыңыз жүзеге асады. Енді барлық егіздерімде солай болуын тілеймін. Кеңес аптаға деген. Бірақ енді қалай болғанда осы апта онда көрсетіп тұрғандай ойланатын, ойланып шешім қабылдайтын ата-аналарыңыздың, әжелеріңіздің бір қарт адамның күйіне көңіл бөлетін, осыған дейінгі сүрген өміріңізді ой елегінен өткізетін күйде боласыз. Бірақ аптаның соңында ойыңызды бір қалыпқа келтіретін, өзіңізді уайымдатқан жағдайларды артта қалдыруға деген бір түсінік бойыңызда артатын, сондай бір түсінікке келетін жаныңыз, бір келісімге келетін, өзіңіздің жаныңыздың ішіндегі келіспеушіліктер бір келісімге келетін күйде боласыз. Ненің маңызы бар, нені жіберу керек, етегіне жабыспай, нені енді бар жағдайлардың қайсын өзіңізге алдыға қойып күресу керек, күш салу керек, қайсына мән беру керек. Соның бәрін шешетін күйде болады кейбір егіздерім осы апта барысында. Ойларыңызды сүзгіден өткізетін, өздеріңізге бір қажет нақты шешімдер қабылдайтын, ойларыңызды тиянақтайтын, бір жағынан шығаратын күйде боласыздар. Кеңес аптаға деген. Сіз өте көп уақыт үйдің ішінде уақыт өткізесіз, немесе бір ғимаратта, жұмыс орнында. Сондықтан шама келсе осы апта барысында көбірек уақыт таза ауада, немесе қоғамда өткізуге, адамдармен жиі араласуға, көп адам жүретін жерге барып қайтуға кеңес шақырады. Егіздерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Шаян жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір жеңіске жетесіз. Өзіңіздің салған күшіңіздің арқасында бір ісіңіздің жемісін көресіз. Оң нәтижесі болады. Көпшіліктің бір сіздің
шаруаңызды, салған күшіңізді мойындайтын, немесе қайтарымы болады. Көпшіліктен бір мақтау еститін. Ол туғандарыңыз, жақындарыңыздан болуы мүмкін. Бір қоғамның сіздің ісіңізді қолдайтын, оң қабақ танытатын бір жағдай болуы мүмкін. Ол ғаламтор арқылы болуы да мүмкін. Кейбір кездер бір беделге ие боласыздар. Бір нақты өзіңіздің орныңызға ие боласыз. Өзіңіздің сол салған күшіңіздің арқасында. Ал кейде кейбір кездерім бір, ой, кешірім сұраймын, шаяндарым, кейбір шаяндарым жақсы жаңалық аласыздар. Жақсы бір жаңалыққа ие боласыз. Күтіп отырған шаруамен байланысты болуы мүмкін. Үйлеріңіздің шаруасына көңіл бөлетін жағдай болады. Тұрып жатқан жеріңізге. Үлкен бір олжаға ие болады кейбір шаяндарым. Табыс көзінде тұрақтылық болады. Бизнес көзінде. Табыс көзінде сол мақтауға ие болатын. Немесе табыс көзінде үлкен олжаға ие болатын жағдай болады. Бір күш салған жағдайда. Кейбір шаяндарым табыс көзінде сол жетістіктерді ары қарай өрбіту үшін, өркендету үшін, немесе табыс көзін арттыру үшін, бір жеңіске жету үшін, басқа бір өзіңізге маңызы бар жағдайдан бас тартуыңыз мүмкін. Бір тоқтап тұрған істеріңізді алдыға жылжыту үшін сол іске деген көзқарастарыңызды өзгертіп, басқа жағынан көретін, басқа көзқараспен баға беретін, сол істі кейінге шегеріп қойып, басқа бір өзіңізге маңызы бар, дәл қазір қажет болып тұрған іске күш салатын жағдай болуы мүмкін. Немесе кейде бір өзіңіз құрбан еткен, өзіңіздің күшіңізді, немесе бір енді ақшаңызды шығын шығарған, уақытыңызды жұмсаған, немесе басқа бір жағдайды құрбан еткен, өзіңізге бір құнды, қымбат жағдайды құрбан еткен істе, істің сол оң нәтижесі болады. Табыс көзі жағынан, олжа жағынан, немесе басқа бір жетістіктер жағынан, өзіңізге маңызы бар жетістіктер жағынан. Кейбір шаяндарымда сол кейінге шегеріп қойған бір істеріңізді қолға алғандарыңыздың арқасында жетістікке жететін, олжаға ие болатын күйде боласыз. Аптаның басында біраз қобалжу, біраз жаныңыз қиналып барып, бір қиындықты шешесіз, бір жағдайға нүкте қоясыз. Бір қуанышты күйде боласыз. Жұмыс орында, немесе отбасында бір жағдайды тойлайтын, немесе жақсы бір жаныңызға жақын адаммен бірге жақсы көңіл күйде бір жағдайға қуанып, дастархан басында отыратын күйде боласыз. Кейбір шаяндарым аптаның басында құрбы құрдастарыңызбен кездесетін күйде боласыздар. Енді коллективпен кездесетін, бір той тойлайтын күйде болуларыңыз мүмкін, бас қосып отыратын. Бір қиындықты шешкеннен кейін сол біраз жаныңыз қиналып барып, жеңіске жетесіз. Сол бір екі ойлы күйді бір жолға түсіретін, бір жағына шығаратын, жолға шығып барып шешіп келетін, немесе қолыңызға алып шешетін, немесе өзіңізді бір қобалжытқан жағдайға қатысты телефон арқылы, хат арқылы жаңалық алатын күйде боласыздар. Немесе кейбір шаяндарма үйлеріңізге өзіңіз күтіп отырған затты әкеліп табыстайды. Хат, хабар, басқа бір затты, тапсырыс берген заттарыңызды. Енді кейбір шаяндарым сол бір қобалжытқан істі шешу үшін жаныңыздағы бір жандармен бірге жолға шығып барып шешетін жағдай болады. Қалай болғанда аптаның басында сол бір іске нүкте қойып қуанатын күйде боласыздар. Аптаның ортасында бір ісіне жауапты, өте намысты, бойында күш тасыған, сондай бір ер адаммен көбінесе кездесу орын алуы мүмкін кейбір шаяндарымда.
кейде бір сондай ер адамның көмегі болады. Өзіңізге бір маңызы бар кеңесі болуы мүмкін. Бір ісіңізді шешуге келгенде. Немесе бір шаруада өзіңіздің бір жауапкершілік алуыңызды, нақты бір қадам жасауыңызды талап ететін жағдай болады. Бір қаржымен байланысты, сол шығын кірістермен байланысты бір шаруаны сәтті аяқтайсыз. Немесе қолыңызға алған бір шаруаларды, алған жауапкершілікпен байланысты шаруаны сәтті аяқтайсыз. Үйдің бір жағдайын, шаруаларын. Кейбір шайындар аптаның ортасында кездесу орын алады бір адаммен, көбінесе сол ер адаммен. Кейбір шайындарымда жаңа таныстық орын алады. Енді басы бос шайындарымда мүмкін жаныңызға жағымды адаммен араласуға себеп пайда болады. Кездесу, немесе сол өзіңізге ұнайтын адамды кездестіресіз. Бір алысқа апарар оң жолдағы жаңа арақатынас, қарым-қатынас орнатуыңыз мүмкін. Жаңа доспен, немесе сол өзіңізге ұнайтын, жаныңызға жағымды адаммен. Кейбір шайындарма бір өзіңізге сәтті табыс көзімен байланысты таныстық болуы мүмкін. Сәтті серіктес табатын. Бір серіктестікте келісімге келетін. Бір адаммен арада бір жақсы әсердегі қарым-қатынас орнайды. Жандарыңызда бір-біріңізге деген жақындық пайда болуы мүмкін. Кейбір шайындар аптаның ортасында өзіңізге маңызы бар әңгіме орын алады. Көбінесе бір ер адаммен маңызы бар әңгіме болуы мүмкін. Бірақ ал кейбір шайындарым аптаның ортасында бір адамға көмек қолын созатын, сыйлық ұсынатын, немесе өзіңізге бір адам сыйлық ұсынатын, қамқорлық танытатын, көмек қолын созатын жағдай болады. Аптаның соңында бір ертеңге деген үміт артады. Өзіңізге деген сенім пайда болады, ертеңгі күніңізге деген. Кейде бір не істеу керек екенін сезетін күйде боласыз. Өзіңізге бір сездіретін күйде боласыз. Бір мақсатыңызға жету үшін не істеу керек екенін. Әркімде әртүрлі мақсатқа қатысты. Бір кішігірім мақсат болуы мүмкін, біреуіңізде үлкен. Соған қатысты жетуге деген ойыңызға қажет бір әдістер келеді. Алысқа апаратын бір шаруаға қатысты жоспар құрасыз. Кейбір шайындар аптаның соңында бір кризис күйден кейін, күйзелістен кейін, жаныңыздың мазасы қашқан бір жағдайдан кейін жаныңыз емделеді. Жаныңыз бір жарасынан жеңілдейді. Жаңарасыз, күйіңіз жаңарады. Бойыңызға күшіңіз артады бойыңызда. Кейде бір сезіміңізбен байланысты көзқарасыңыз кеңейеді. Сезімталдығыңыз артады. Немесе бұрын байқамаған бір жағдайларды сезесіз. Бір іске деген, өміріңізге деген қызығушылық артуы мүмкін. Енді бар қалпынан. Бойыңызда күшіңіз артатын, денсаулығыңызды егер мазалаған бір дерт болса, сол күші азаятын дерттің әдемілікке, үйіңіздің әдемілігіне, сол өзіңіздің отырған жұмыс орныңыздың, немесе сол тұрып жатқан үйіңіздің өзіңізге қолайлылығына, әдемілігіне көңіл бөлесіз. Сол жақсартатын, жағдайыңызды жақсартуға көңіл бөлесіз. Бір жан-жағыңыздағы жақындарыңызбен тіл табысқан күйде, енді бар қалыптан жоғары деңгейде, артығырақ. Бір шаруаларыңыз өз жолымен жүріп жататын күйде. Кейбір шайындар аптаның соңында отбасыларыңызда, немесе туғандарыңыздың арасында бір оң жағдайлар орын алады, сізді қуантатын. Кейде бір сәбимен байланысты жаңалық аласыз, бір сәби дүниеге келгеніне қатысты. Кейбір шайындар аптаның соңында әйел адамның оң әсері болады жағдайыңызға. Бір әйел адаммен араласқаннан оң әсер аласыз. Өзіңіздің анаңыз болуы мүмкін, немесе басқа бір әйел адам.
қарындас, әпке, құрбы, тәтеңіз, жан-жарыңыз бір жағдайыңыздың жақсаруына, бір жағдайыңызға, шаруаңызға оң әсері болады. Кейбір жандарма аптан соңында бір адамнан көмек болады. Өзіңіз танымайтын адамнан. Басқа бір адам арқылы көмегі болуы мүмкін. Сізге тікелей болмаса да. Кейбір жандар ата-аналарыңыздың үйіне баратын. Ата-аналарыңыздан бір жақсы әсер алатын. Ағаларыңыздан, жан-жарларыңыздан. Немесе басқа бір ер адамнан қамқорлығына ие болатын. Жанашырлығына, бір көмегіне, қолдауына ие болатын күйде боласыздар. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңізге шынайы мойындаңыз. Шынайы нені қалайтыныңызды. Жаныңыз дәл қазір шынайы нені қалайтынын. Не қажет тұрмыстық жағдайға, туыстарыңызға, басқа жағдайларда, балаларыңызға, не қажет, не керек дегеннен басқа өзіңіздің жаныңыз не қалайтынына арасында көңіл бөлу керек екенін кеңес еске салады. Егер енді жағдайыңыз шамаңыз болса, сол өзіңіздің жоқ дегенде бір кішігірім қалауларыңызға арасында көңіл бөлу керек екенін кеңес еске салады. Шаяндарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арыстан жұлдызындағы көрермендермен қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір мықты ер адаммен кездесулеріңіз мүмкін. Ол жұмыс орындарыңыздағы басшыларыңыз, немесе бір әскери қызметтегі адам. Өте суық адам, сезімнен гөрі санамен ойланатын. Дұрыс көз қарасызда бір дұрыс баға беретін, сондай. Өте қатал. Нақты бір қадамдар жасайтын, басқаратын, сондай. Өзінің сезімін сыртқа көрсетпейтін. Сондай ер адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Кейбір арыстандарым, өзіңізге маңызы бар, шешім қабылдайсыз. Жоспар құрасыз. Бір ойлап, ары қарайғы қадамдарыңызды ойластыратын. Көбінекей заң орындармен, үкімет орындармен байланысты бір шаруаларыңызда жоспар құрасыздар. Кейбір арыстандарым билікке талас болуы мүмкін. Табыс көзінде жоғарылау үшін, өрбу үшін, өркендеу үшін. Өздеріңіз өте талапшыл күйде боласыз. Жан-жағыңызға да, өзіңізге де бір нақты маман иесімен кездесу орын алуы мүмкін. Кейбір арыстандарым бір адаммен қарым-қатынас орнатасыз. Немесе өздеріңіздің бір бар жұптарыңызда бас біріктіріп, бір іске күш саласыздар. Бірге бір адаммен қарым-қатынасқа қатысты ары қарай бір шаруаны жоспарлайсыз. Кейбір арыстандарым енді жаңа махаббат сезімі пайда болатын, бір таныстық орын алуы мүмкін. Әдемілікке көңіл бөлулеріңіз мүмкін. Ол бір әдемі зат өзіңізге алатын. Немесе бір тұрып жатқан жеріңізді, жұмыс орныңызды әдемілейтін, кездесуге шақыру алатын жағдай болады. Немесе өзіңіз біреуді кездесуге шақыратын, кездесетін, бір адамдармен араласатын, бір адаммен арақатынас орнататын. Көбінекей бір таңдау жасайтын күйде боласыз. Кейбір арыстандарымда қызығушылық пайда болады. Құмарлық пайда болуы мүмкін. Бір іске, бір затқа деген. Кейде серіктес, әріптес адамдармен арада
шектен тыс бір талапқа сай болуға тырысатын күйде боласыздар. Бір жағдайдың пайдасы мен шығындарын ой елегінен өткізетін, баға беретін күйде боласыз. Бір жаңаға қарай дайындық болады. Жаңа істі қолға алумен байланысты. Өзіңіздің шамаңызға баға беретін күйде боласыз. Бір екі заттың арасынан таңдау жасайсыздар. Екі жағдайдың арасынан. Кейде бір адаммен арақатынасты, арадағы жағдайды, болашақты ортаға талқыға салатын күйде боласыз. Аптан басында өзіңізді бір мұқтаж сезінген күйде, қамқорлыққа, қолдауға мұқтаж, немесе бір жетіспеушілікпен байланысты, шығынға келгенде, кредитпен байланысты жағдайда жақсы мүмкіндік келеді. Өзіңізді қызықтыратын бір ұсынысқа ие болуыңыз мүмкін. Жақсы жаңалыққа ие боласыз. Көбінесе бизнеске қатысты, табыс көзіне қатысты, жұмыс орнына қатысты. Сол табысқа қатысты, ақшаға. Жақсы бір жаңалыққа ие боласыз. Немесе жаңа табыс көзіне қатысты мүмкіндік келеді. Жаңа табыс көзін қолға алуға, жаңа табыс көзіне ие болуға қатысты. Біраз көп емес болса да, біраз табысқа ие боласыз. Кейбір арыстандарым білімдеріңізді арттыруға көңіл бөлесіздер. Немесе тәжірибелеріңізді арттыруға, жаңа бір тәжірибе, жаңа біліктілікке ие болуға күш саласыздар. Бір ой ойлайтын, ойыңыздағы бір істі жүзеге асыруға деген құштарлық пайда болады. Сол жолдарын қарастыратын күйде боласыз. Табыс көзімен байланысты, немесе бір шығындармен байланысты жолға шығатын жағдай болады. Аптаның ортасында өзіңізді қуандыратын бір хабар естисіз. Ғаламтор арқылы болуы мүмкін. Жақсы мүмкіндік келеді қолыңызға. Енді кейбір арыстандарымда жаңа таныстық пайда болады. Кездесуге шақыру, сол мына аптаға әсер беретін жағдай аптаның ортасында болуы мүмкін. Бір сыйлыққа ие болатын, көмекке ие болатын, бір адамдар қамқорлық танытатын, көмек қолын созатын, сол адамдармен араласқаннан бір шын ниеттегі, таза ниеттегі, бір-біріңізге шын жүректен көмек қолын созатын, қолдау ұсынатын күйде боласыздар. Бір адамдармен араласқаннан жақсы әсер аласыз. Бір жақсы мүмкіндік келгеннен бола, ескі бір заттан, ескі бір шаруадан, ескі бір қызығушылықтан бас тартасыз. Алдыға қарай саналы түрде қадамдар жасайсыз. Ескі бір өмір салтынан көшіп қонатын, немесе бір қоштасатын, артта қалдыратын бір жағдайдың етегінен жіберетін, бұрын өзіңізді қызықтырған бір мақсаттан, немесе бір шаруадан бас тартып алдыға қарай басқа сол орнынан қозғалмағанына бола, қолайлы уақытты күтумен кейінге шегеріп, басқа бір қызығушылықтарға қарай, жаңа табыс көзіне қарай, жаңа ортаға қарай, әркімде әртүрлі қадам жасайсыздар, алдыға қарай бет аласыз. Бір жағдайды саналы түрде артта қалдырасыз. Қызығушылығыңыз жоғалғанына бола. Аптан соңында ойыңыздағы бір өзіңізге зиян, немесе бір жаман әдеттермен күресетін күйде боласыз. Егер денсаулығыңызды осы уақытқа дейін бір мазалаған дерттер болса, сол дерттің күші азаяды, денсаулығыңыз жақсарады. Бір іске күш саласыз. Күш салу арқылы шешуге тырысасыз. Біреулерге өзіңіздің беделіңізді көрсетуге, бір қолыңыздағы бар билігіңізді пайдалану арқылы, немесе бір адамға өзіңіздің әсеріңіз арқылы бір өзіңіздің қалауыңызға қарай көндіруге деген бір құштарлық пайда болуы мүмкін. Көбінесе бір шаруаларды аяқтау үшін күш салу арқылы шешуге тырысасыз.
аптаның соңында бір жағдайға көңіліңіз толған күйде боласыз, бір қуануға себеп пайда болады, қуанышты көңіл күйде боласыз, бір көпшіліктің алдында сәттілікке ие болуыңыз мүмкін. Бір салған күшіңіздің жемісіне ие боласыз, нәтижесіне мақтауға ие болуыңыз мүмкін. Кейде бір арманыңызды жүзеге асырасыз, немесе бір мақсатыңызды. Ойыңызда бір нақты шешім пайда болады, нақтылық пайда болады. Бір шаруаны осыған дейін бұлыңғыр болып көрінген анықтап аласыз, жоспарларыңызды анықтап алуыңыз мүмкін. Бір істе екі ойлы болсаңыз, соны бір жағына шығарасыз. Кейбір аштандар аптаның соңында өзіңіздің қолыңыз жеткен осыған дейінгі, қолыңыздағы барыңызды, бір беделіңізді, жағдайыңызды, жұмыс орныңыздағы дәрежеңізді, немесе басқа бір жинаған ақшаңызды сондай қорғайтын, қорғаныс күйде боласыз. Бір шығын шығару керек жерде сол қорғаныс күйде боласыз. Алды-артыңызды ойлайтын, жан-жақты ойланатын, ертеңді ойлайтын, басқа бір пайдаңызды ойлайтын. Өзіңіздің бір жағдайда мықтылық танытатын, нақты қадам жасайтын, бір кедергілерді шешуге келгенде нақты қадам жасауға дайын болған күйде боласыз. Көбінде аптаның соңында бұл жағдай кейбір аштандарма өзіңіздің ішкі қорқыныштарыңызбен, бір қобалжуларыңызбен күресу болады. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіздің алдыңызда мүмкіндіктер келеді. Оң бір нәтижеге ие болатын, жақсы бір мүмкіндіктерге есік ашылады, жол ашылады. Жолыңызда бір өзіңіздің қалауыңызға қол жеткізуге деген мүмкіндіктер келеді. Сол мүмкіндіктерді байқауға келген кезде еріншектік танытпауға, бір сенімсіздікке бола, сол мүмкіндіктерді жіберіп алуға, өзіңізге жол бермеуге шақырады. Сол алдыңызға келген мүмкіндіктерді қандай жағдайға, кішігірім жағдайға қатысты болса да жіберіп алмай пайдалануға шақырады. Арыстандарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бикеш жұлдыздағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Жолға шығасыздар. Кейбір бикештерім апта барысында енді үйдің маңайындағы немесе бір алыс жолға шығатын жағдай болады. Жаңа бір орынға көшіп қонатын күйде болады. Кейбір бикештерім жоспарда болса. Кейбір бикештерімде солай енді. Аптаға әсер беретін жағдай жоспарда болса, табыс көзіне өзгеріс енгізетін, немесе табыс көзін өзгертетін, жұмыс орнын айырбастайтын, жұмыс орнын көшіп қондыратын жағдай болады. Ал кейбір бикештерім аяқ асты бір қызығушылық пайда болады, бір жағдайға деген шыдамсыздық пайда болады. Жаңа бір мақсатқа қол жеткізу үшін, жаңа бір жоспар, жаңа жобаға қулықты пайдалану арқылы қол жеткізуге күш саласыз. Бір қиындықты көп сөз болған жағдайға қатысты, талқылаған жағдайға қулықты пайдалану арқылы шешуге тырысасыз. Аптаның басындағы жағдай бір жақын араласатын адамдармен байланысты, жақындар, отбасы, туған туысқан адамдарға қатысты бір қуанышты жағдай болуы мүмкін. Жақсы жаңалық еститін,
немесе өзіңіздің отбасыңызда бір қуанышты көңіл күйде той тойлайтын себеп болуы мүмкін. Өзіңіздің туып өскен сол орныңызға қатысты, жеріңізге қатысты. Сол жақтағы туыстарыңыздан бір жаңалық еститін, хабар еститін жақсы. Туып өскен жеріңізге жолға шығатын, туғандарыңыздың үйіне қонаққа баратын. Немесе өзіңіздің үйіңіздің шаруасына көңіл бөлетін, үйіңізде қонақ күтетін күйде боласыздар. Үйлеріңізге бір қарт адам қонаққа келуі мүмкін аптаның басында. Кейбір бикештерім өзіңіздің жолыңызды іздейсіз. Өзіңізді тануға көңіл бөлесіз. Өзіңіздің нені қалайтыныңызды ойлайтын. Тәжірибеңізді бір осы уақытқа дейін жинаған. Сол тәжірибенің арқасында өміріңізді ой елегінен өткізетін күйде боласыз. Қайтадан өміріңізге, жан-жағыңызға баға беретін күйде боласыз. Ара-қатынастарға, қарым-қатынастарға, жан-жағыңыздағы адамдармен, мақсаттарыңызға баға бересіз. Бір күйзеліс күймен байланысты, немесе келген жасыңызбен байланысты күйзеліс күйге қатысты. Осы уақытқа дейін сүрген өміріңізді сын көзқарастан өткізетін күйде боласыз. Кейбір бикештерім жалғыздықта ойланатын күйде боласыздар. Бір нақты жағдайға қатысты шешім қабылдау үшін. Ақылға салатын, жаныңыз бір жалғыздықты қалайтын, тыныштықты қалайтын күйде боласыз. Кейде бір ұстаздарыңызбен кездесетін, балаларыңыздың ұстазымен кездесетін жағдай болады. Аяқ асты бір өзгерістер болады, үйіңіздің шаруасына қатысты. Немесе бір қарт адамдармен байланысты. Өзіңізді таңғалдыратын бір өзгерістер болады. Қобалжу болуы мүмкін. Бір қарт адаммен, енді ата-анаңыз, немесе басқа бір қарт адаммен ара-қатынаста бір сөзге келісетін жағдай болуы мүмкін. Ондай жағдайда кеңес ретінде бұрында айтқандай қайталаудан ерінбеймін. Қарт адамдардың бетінен алуға, бір өзіңіздің дұрыстығыңызды дәлелдеуге, ара-қатынасыңызды бұзуға, көңілдерін қалдыруға, өзіңізге жол бермеуге шақырады. Сіздікі қанша дұрыс болса да, ол адамдарды өзгертемін деп ренжітпеуге шақырады. Өйткені қарт адам сізге қанша жақсылық тілесе де, тылсым күштер сіз сол адамды ренжіткеніңізге бола жолыңызды жауып тастайды. Сондықтан қарт адамдарды өзіңіз білгеніңізді істейсіз, бірақ қарт адамдардың бетіне қарсыласпауға, көне салуға, қарсылық танытпауға шақырады кеңес ретінде, болжау. Сіздің сол айтып тастағыңыз келген жерде өзіңізді ақылға салып ұстамдылыққа жеңдіргеніңізді, ол өзіңізге білінбегенмен, сол жерде бір есеңіз кетіп қалғандай сезінгенмен, сіз сол өзіңізбен күрескеніңізге бола, ұстамдылыққа жеңдіргеніңізге бола. Оның сол жақсылығыңыз алдыңызға өтеледі. Ол мен жай айтып отырған жағдай емес. Адам өзінің ішіндегі бір жаман әдеттермен күрескенде, ол әрқашан бағаланады жоғарыдағы күштерде. Өзіңіздің бойыңыздағы жаман мінезбен, жаман әдетпен, бір зиян қасиеттермен күрескенде, ол әрқашан сіздің болашағыңызға, немесе бір ісіңіздегі сәттілікке қарай, жақсылыққа қарай шешіледі. Алдыңыздан жақсылықпен өзіңізге оралады. Дәл сол уақытта көрінбесе де. Аптаның ортасында бір қобалжу болуы мүмкін. Өзіңізге деген сенімсіздікке бола. Бір жағдайды бар қалпында дұрыс баға беріп көрмегеніңізге бола. Бір шешім қабылдауға келген жерде өзіңізге деген сенімсіздік көбінесе. Немесе сол жағдайға деген сенімсіздік шешім қабылдауға жол бермейтін. Бір өзіңізге өзіңіз қойып тастаған, немесе басқа бір орын алған шектеулер аптаның ортасында орын алуы мүмкін. Өзіңіздің екі ойыңыз күдік мазалайтын, екі ойыңыздың екі ойлы күйде шешім қабылдауды кейінге шегеретін, бір жағдайдың барысын күтумен болатын. Бір жағдайдың бірнеше жолы болуы мүмкін. Шешім қабылдайтын жерде бірнеше қадам жасауға жолы болуы мүмкін.
көбінесе бір жағдайда бар қалпында қабылдамағаныңызға бола, шатастырып бір бұлыңғыр көргеніңізге бола, күдік мазалауы мүмкін таңдауға келген жерде. Ол ешқандай маңызы жоқ, бір кішігірім іске қатысты, шаруаға қатысты болуы мүмкін. Көбінесе аптаның ортасында бір жағдайды шатастырып қабылдағаныңызға бола, бар қалпында көрмегеніңізге бола. Қобалжу мазалайды. Астарында сіз сонша қобалжуға тұратындай себебі жоқ. Қобалжу. Өзіңізге деген сенімсіздікке бола. Бірақ біраз ғана уақыттан кейін, біраз ғана уақыт өткенде сейіліп кетеді. Аптан соңында да кейбір бикештерім бір жамандық күтесіз өзіңізге, бір қиындық, бір жағдайда. Көбінесе ойдан шығарып алған, шынайы жағдайыңызға қатысы жоқ қобалжулар. Бір адамдардан немесе бір жағдайдың нәтижесінен жамандық күтумен қобалжитын күйде боласыз. Жақсы мүмкіндік келеді аптан соңында. Жаңа бір жобаны қолға алуға қатысты. Жаңа қарым-қатынасқа қатысты. Хабар естейсіз, хабар аласыз, телефон арқылы, ғаламтор арқылы, немесе бір жаңалық естейсіз. Кейбір бикештерім хат аласыздар. Ертеңді ойлауға деген сондай үнемділікке басымдылық беретін күйде боласыздар. Кейде бір банк қызметкерімен кездесу орын алуы мүмкін кейбір бикештерінде. Бизнес көзіндегі бір адаммен кездесетін жағдай болады. Немесе бір ауқатты адаммен. Бір жағдайдың барлығын өзіңіз тізгінде ұстайтын. Өте сақ күйде боласыз. Барыңызға ие болатын, сондай қамқор болатын. Шығын шығаруға келгенде көбінесе. Немесе ақша жинауға шешім қабылдайсыздар. Бір шығын шығаруға келген жерде ақылға салып, сол қалаған затыңызды алуға деген шығынды кейінге шегересіз. Сондай өзіңізді ақылға жеңдіретін, өте сақ күйде боласыз. Қызығушылықтан гөрі бір қажеттіліктерді ойлайтын. Билікке ие болуыңыз мүмкін. Бір шаруада басқаруды қолыңызға алатын. Тәуекелге бас тігуден бас тартасыз. Кейде бір алдыңызға келген мүмкіндіктерді пайдалануға келгенде осыған дейін жинаған тәжірибеңізді пайдаланасыз. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіз өзіңіз ойлағаннан мықтысыз. Сіз өзіңіз ойлағаннан мықты екеніңізді есіңізден шығармауға шақырады кеңес. Сіз өзіңіз ойлағаннан мықтысыз деп кеңес есіңізге салады. Бикештерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Таразы жұлдызындағы көрермендерімен қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай өте ұстамды, бір сабырға салатын, кең көзге қараспен ойлайтын, асығыстық танытатын жерде, бір қобалжитын жерде ақылға салып ойланатын күйде боласыз. Күтуге деген бейімділігіңіз басым болады. Бір жағдайдың барысын, нәтижесін күтуге. Өзіңіздің бір ішіңіздегі күйзеліс күйіңізді мазалаған. Сол күйіңіз жаныңыздың жарасы емделетін күйде боласыздар. Бір жағдайларыңыз тұрақталады. Кейбір таразыларым той тойлауға себеп болады. Біраз жаныңыз қиналып барып, бір қиындықтан құтылатын күйде боласыз. Бір ауыр жүктен арылғандай күйде болуыңыз мүмкін. Бір шақыруға, отырысқа, жиынға баратын күйде болады. Кейбір таразыларым. Немесе өзіңіздің отбасыңызда
нақты бір датаны тойлайтын, жай ғана бас қосып бір қуанышты көңіл күйде отыратын күйде боласыздар. Егер бір жиынға шақырып алсаңыздар, сол жерде жаңа таныстық орын алуы мүмкін. Құрбы құрдастарыңызбен, коллективпен кездесетін отырыс орын алуы мүмкін. Көңілдеріңізге жағымды араласу, жаныңызға жағымды бір адаммен кездесуге шақыру алатын жағдай. Жаңа таныстық, жаңа махаббат пайда болуы мүмкін. Кейбір таразыларында, басы бос таразыларында. Кейбір таразыларында бір келісім шартпен байланысты шаруада жақсы жаңалық естігеніңізге бола, немесе бір сол қиындықтан құтылғаныңызға бола, көңілді күйде боласыз. Немесе екі варианттың арасынан таңдау жасауға тура келетін күйде боласыз. Аптаның басында бір жақсылық күтетін, жақсы нәтиже күтетін, сондай қуанышты көңіл күй болады. Бір армандарыңыз жүзеге асуы мүмкін, немесе бір мақсаттарыңыз, кішігірім мақсат болуы да мүмкін. Өте сезімтал күйде боласыздар. Сәбимен байланысты бір жаңалық естулеріңіз мүмкін. Үйлеріңіздің жағдайына көңіл бөлесіздер. Ремонтқа, немесе бір жиһаз алуға, жаңартуға, жаңа үйде, жаңа бір қоныс аударған үйде қоныс тойын тойлайтын жағдай болуы мүмкін. Кейбір таразылар үйлеріңізге аналарыңыз немесе басқа бір әйел адам қонаққа келуі мүмкін. Өзіңіз бір мейірімділік танытатын, кешірімділік танытатын, сондай жанашырлыққа деген басымдылық бойыңызда. Сондай қасиетіңіз өте жоғары күйде болады. Жан-жағыңызға жанашыр көзбен қарайтын, кешіріммен. Бір шаруада әйел адамның оң әсері, анаңызбен араласқаннан алған оң әсер, жан-жарыңыздан алған оң әсер, басқа бір әйел адамның оң әсерінің арқасында алғашқы нәтижесіне ие боласыз. Бір шаруаны аяқтауға көмектесуі мүмкін. Сол адамның сіздің бір шаруаңызға оң әсер болады. Аптаның ортасында табыс көзімен байланысты шығын шығаратын, бір шектен тыс қызығушылық пайда болады. Құмарлық, немесе қобалжу. Бәсекелестікпен байланысты жағдайда, немесе бір мықты әйел адаммен байланысты шаруада. Бір ауқатты, мықты әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Олжа келеді қолыңызға аптаның ортасында. Жауапкершілік алуды, нақты бір қадам жасауды талап ететін жағдай болады. Өзіңіз кең көңіл күйде боласыз. Кеңдік танытасыз бір қобалжытқан жағдайда. Кейбір таразыларым өзіңіз бір қызығушылығыңызға жол беріп шығын шығаруыңыз мүмкін. Кейбір таразыларым қулықты пайдалану арқылы бір олжаға ие боласыз. Сыйлыққа ие боласыз. Нақты бір шешім қабылдау, жауапкершілік алу арқылы. Аптаның соңында өзгерістер болады. Кейбіреулеріңіз жолға шығатын, көшіп қонатын жағдай, немесе бір соңына келген істі аяқтайсыздар. Нүкте қоясыздар. Бір шаруа соңына жетеді. Бір кезең аяқталуы мүмкін өміріңізде. Немесе бір ескірген, уақыты келген жағдай, немесе бір зат соңына келеді. Жұмыс орнын айырбастайтын, табыс көзінде өзгерістер енгізетін, табыс көзін өзгертетін жағдай болуы мүмкін. Табыс көзімен байланысты бір жолға шығатын жағдай. Басқа жақтан, басқа бір қосымша табыс көзін, жаңа бір жаңалық әкелуге қадам жасайтын күйде болады кейбір таразылар. Достарыңызбен бірге, бір таныстарыңызбен бірге жолға шығатын жағдай болады. Кейде
бір жағдай соңына жеткеніне бола бір өзгерістерге қатысты жаңа ұсыныс келеді қолыңызға, жақсы мүмкіндік келеді. Өзіңіздің салған күшіңіздің арқасында бір жақсы нәтижеге қолыңыз жетеді. Бір адаммен ара қатынасыңызды жақсартуға мүмкіндік келеді. Кейде жан жағыңыздың, жақындарыңыздың мақтауына ие боласыз. Кейбіреулеріңіз бір сол жақсы ұсынысқа қатысты хабар аласыз, немесе басқа бір жағдайға қатысты жаңалық естисіз. Кеңес аптаға деген бір өзгеріспен байланысты соңына келген жағдайға қатысты жаңалық естуіңіз мүмкін. Бір шаруаның соңына жеткеніне қатысты, жеңіспен аяқталғанына қатысты хабар естисіз. Бір өзіңізге маңызы бар үлкен жағдайдың аяғына жеткеніне қатысты жаңалық естуіңіз мүмкін. Кеңес аптаға деген сеніңіз, сіздің тілеуіңіз, тілектеріңіз жоғарыда қабыл болғанына, жоғарыдағы күштердің назарында екеніне сеніңіз деп кеңес еске салады. Сіздің бір тілеу тілектеріңіз өзіңізден басқа ешкім естімейді деген, бір күдер үзуге деген бейімділіктен аулақ болуға шақырады. Барлығы өз уақытында, бірақ сол тілеу тілектеріңіз жоғарыда қабыл болғанына сеніңіз деп кеңес тағы да есіңізге салады. Таразыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Саршаян жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, жаңа таныстық орын алады кейбір саршаяндарыма. Кейбіреулеріңізде бір адаммен қарым-қатынас орнатасыз, бір кездесуге шақырып аласыздар, келісім шартқа отырасыз, өте сезімтал күйде боласыз. Бір адамдармен араласқанда өзіңізден сол адамдар не қалап тұрғанын сезетін күйде боласыз. Қандай сөздер айту керек екенін бір сезетін. Қолыңызға алған бір шаруаны, келісім шартпен байланысты бір шаруаны сәтті аяқтайсыз. Ақшамен байланысты бір шаруаны сәтті аяқтайсыз. Көп емес болса да біраз кіріс келеді қолыңызға. Сол келісім шартқа отыру арқылы кіріске ие болуыңыз мүмкін. Нақты бір қадам жасаған, үкімет орнымен байланысты келісім шартқа қатысты бір істі сәтті аяқтайсыз, соңына жеткізесіз. Алған жауапкершілікпен байланысты күш салып, тиянақты, тұрақты болғаныңыздың арқасында бір жақсы нәтижеге ие боласыз. Арақатынасқа қатысты шешім қабылдауыңыз мүмкін. Бір адаммен арақатынасты заңдастыруға қатысты, соңына бір аяқтауға қатысты заң арқылы. Аптаның басында біраз қобалжу орын алады. Бір жағдайға көзіңіз ашылады, басқа жағынан көресіз. Бір жағдайда бұрын байқамаған жағынан. Бір жағдайдың соңына жеткен, жаңаның әлі басталмаған кезеңі. Бір жаңаға қарай қадам жасайсыз. Күш саласыз. Кейде бір аптаның басында кейбір саршаяндар қобалжыған жағдайыңызға бола біреуге ерегесіп, бір балалық қылықтар жасауыңыз мүмкін. Бірақ сол қылығыңызға өзіңіз бірден ұялып қалатын күйде боласыз. Сол күні немесе біраз уақыттан кейін бір өзіңіздің күш салу арқылы жаңадан бастаған ісіңізге қатысты күш салатын күйде боласыз. Өзіңізді бір қобалжытқан жағдайда немқұрайлық танытатын, күш салатын күйде боласыз.
Кейбір саржайындар аптаның басында баламен байланысты шаруаға күш салуларыңыз мүмкін. Баламен байланысты бір шаруаны шешу үшін, немесе жаңадан басталған бір істеріңізді шешу үшін. Аптаның ортасында жолға шығып барып бір шаруаларыңызды шешетін, бір сынақтан өтетін, бір қиындықты ауыздықтайтын, екі ойлы күйді бір жолға түсіретін, бір шаруаны шешіп келетін күйде боласыз. Жоспарлаған бір істеріңізді, өзіңізді бір қобалжытқан істерді. Өзіңіздің тұрақтылығыңыздың арқасында, тұрақты күш салғаныңыздың, тиянақтылығыңыздың арқасында табыс көзінде жақсы нәтижеге ие боласыз. Шығындармен байланысты, табыс көзімен байланысты жолға шығатын күйде боласыз, бір шаруаларыңызды реттеу үшін. Хат хабар, телефон арқылы, факс арқылы алуыңыз мүмкін. Бір үкімет орындарына барып шаруаларды шешетін жағдай болады. Аптаның соңында, аптаның ортасында сондай сол табыс көзімен байланысты жолға шығатын жағдай. Аптаның соңында өзіңізге қажет бір мәліметтер жинастырасыз бір жағдайға қатысты. Аяқ асты тағы да жолға шығатын жағдай болуы мүмкін. Бір үкімет орындарынан өзіңізге, немесе бір мекемелерден қажет заттарыңызды, немесе бір құжаттарыңызды алу үшін аяқ асты жолға шығатын жағдай болады. Бір құрған жоспарларыңыз бойынша жүруге күш саласыздар. Өзіңіздің бір қалауыңызға жету үшін күш саласыз. Бір мақсаттарыңызды жүзеге асыру үшін. Аптаның соңында сондай-ақ бір күш салып осы уақытқа дейін нәтижесін күткен жағдайға қызығушылығыңыз азаяды. Қолайлы уақыт күтумен сол қызығушылықты кейінге шегеріп, сол мақсатты сіз ойлаған уақытта іске аспағанына бола, кейінге шегеріп, басқа бір мақсатқа, басқа қызығушылық пайда болғанына бола, сол басқаға қарай бет аласыз. Басқа арман, басқа мақсат, басқа бір жоба, жоспарға қарай, басқа бір шаруаға қарай көңіл бөлесіз. Сондай бір нүкте қоятын, нақты қадам жасайтын күйде боласыз. Жаңа жұмыс орнына, жаңа табыс көзіне болуы мүмкін кейбір саржайындарымда. Кейбіреулеріңізде жай ғана бір ойша ойластырған бір жобаларыңызды кейінге шегеріп, басқа бір жобаға күш саласыздар. Басқа бір жоспарға. Енді кейбір саржайындарым бір көлікті аламын деп, бірақ сіздер ойлаған уақытта жүзеге аспағанына бола, бір кедергілерге бола, қаражатпен байланысты, немесе бір затқа қатысты. Қандай да бір кедергілерге бола, жүзеге аспағанына бола, ол сол қызығушылығыңызды кейінге шегеріп, басқа бір қызығушылыққа қарай басымдылық бересіз жаңаға. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңіздің күйіңізге, күшіңізге, бойыңыздағы, денсаулығыңызға, жаныңыздың қалауына, сезіміңізге көңіл аударуға шақырады. Сол өзіңіздің күйіңізбен санасуға шақырады. Өзіңізді күштемеуге. Бір шаруаға келгенде жаныңыз қаламай тұрса, шама келсе кейінге шегере тұруға шақырады. Саржайындарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерген жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Өзіңізді жеңілгендей күйде сезінген бір көңіліңіз толмаған жағдайға қатысты шаруаны анықтап аласыз. Анық көрінетін, сол шаруаның шешімін табуға жолы көрінетін, сәттілік бұйыратын, сол шаруада сізге бір қолдау көрсететін, қол ұшын беретін, қамқорлық танытатын адам пайда болуы мүмкін.
өзіңізді жеңілгендей күйде сезінген немесе көңіліңіз толмаған, бір нәтижесіне көңіліңіз толмаған шаруаға қатысты ісіңіз сәтімен шешіледі, бір мақсатыңыз жүзеге асады. Енді кейбір мергендерінде бір кішігірім немесе үлкен бір армандарыңыз жүзеге асады, бір қуанышты жағдай болады. Өзіңізді уайымдатқан бір жағдайға қатысты бір адамдарға ерегесіңіз келген шаруада, немесе табыс көзімен байланысты, бір шығындармен байланысты өзіңізді бір босқа шығын шығардым ау деген уайымға қатысты жерде айқындық пайда болады. Бір жағдайда айқын көресіз, содан көңіліңіз толады сол шаруаға. Басында көңіліңіз толмаса да, кейін сол анық көріп, көңіліңіз толған қуанышты күйде боласыз. Аптаның басында кейбір мергендер құрған жоспарларыңызды жүзеге асыруға тырысасыздар, күш саласыздар, қадам жасайсыздар, жолға шығасыздар. Бір табыс көзімен байланысты, немесе бір қажеттіліктеріңізді сатып алу үшін дүкенге баратын, шығын шығаратын жағдай болады. Бір шаруаларыңызды сәтті аяқтайсыздар. Кейбір мергендерім өздеріңізге бір жақсы ұсыныс аласыздар. Кейбіреулеріңіз бір сыйлыққа ие боласыз, қол ұшына ие боласыз. Өзіңіз қол ұшын созуыңыз мүмкін. Балаларыңызбен байланысты бір шаруаны сәтті аяқтауыңыз мүмкін. Артта қалған бір шаруалармен байланысты істі соңына жеткізесіз. Ғаламтор арқылы көп адамдармен араласатын күйде боласыз. Бір қонаққа баратын, көптен көрмеген адамдардан хабар еститін, сол туған туыстарыңызбен бас қосып отыратын жағдай болуы мүмкін. Немесе балаларыңызбен байланысты бір қуанышты жағдай, сол аптаға әсер беретін жағдайдағы бір нақты датаны тойлайтын күйде боласыз. Сыйлыққа ие болатын, сыйлық ұсынатын жағдай. Аптаның ортасында өзіңізге ұнайтын бір шаруаға күш саласыз. Жан-жағыңыздағы жандармен бірге бас қосып күш салатын күйде болуыңыз мүмкін. Табыс көзін жоғарылату үшін, немесе үйдің бір шаруасын шешу үшін, алған бір жауапкершіліктерді жүзеге асыру үшін, үйіңіздің бір қолмен істейтін шаруасына күш салуыңыз мүмкін. Немесе табыс көзінде сол. Табыс көзінде жан-жағыңыздағы жандардан мақтау естуіңіз мүмкін. Мақтауға ие болатын басшыңыздан, сіздің бір жұмысыңызға деген ептілігіңізді, салған күшіңізді бағалайтын жағдай болады табыс көзінде. Кейде өзіңіз естімейтін сыртыңыздан мақтау естуіңіз мүмкін. Бір алдыңызға келген мүмкіндіктерді пайдаланатын, құрған жоспарыңызды жүзеге асыруға деген бір құштарлық бойыңызда, күшіңіз тасып тұратын күйде боласыз. Бір алған жауапкершіліктеріңізді орындау үшін күш салған жағдайда бойыңызда күшіңіз тасыған, сеніміңіз артқан күйде боласыз сол шешуге деген. Аптаның соңында кейбір мергендердің көп адамдармен араласатын күйде боласыздар. Бір жаңа жобаны қолға алумен байланысты, жаңа қадамға қатысты. Алдыңызға келген адамдардың барлығын бір жолыңызда кездескен, өзіңіздің достарыңызды, таныстарыңызды, табыс көзімен байланысты араласатын адамдарды өзіңіздің қалауыңызға көндіретін күйде боласыз. Аптаның соңында сондай-ақ үйіңізге бір туған туыстарыңыз, көбінесе жас адам қонаққа келуі мүмкін. Інілеріңіз, қарындастарыңыз, сіңілдеріңіз. Бір шаруаларыңызда тепе-теңдік орнатасыз. Айырбас жасауыңыз мүмкін. Бір мықты ер адамнан көмекке ие болуыңыз мүмкін. Сізге қол ұшын беретін, қамқорлық танытатын, бір кеңеспен көмектесетін жағдай болады. Кейбір мергендерім аптаның соңында сол өзіңізге пайдалы айырбас жасайтын затыңызды алмасатын, немесе қажет уақытта керек көмек келеді сол. Өзіңізді бір мұқтаж сезінген күйде.
немесе бір затыңызды айырбастауға, немесе біреуге көмек жасауға нақты қадам жасайсыз, шешім қабылдайсыз. Алған жауапкершіліктермен байланысты шаруада сізге бір қол ұшын беретін адамдар болады. Алған жауапкершіліктеріңізді шешумен байланысты шаруада. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында не істеу керек екенін өзіңіз жақсы білесіз. Сондықтан апта барысында өзіңіздің ішкі ақылыңызға, ішкі даусыңызға, сезіміңізге құлақ салуға шақырады, мән беруге. Сол мән беріп, естіп, жағдайды кейінге шегермей, шаруаларды іске кірісуге шақырады кеңес. Өзіңіздің жағдайыңызды жақсарту үшін нақты қадамдар жасауға. Мергендер апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тау ешкі жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай күрес болады. Өзіңіздің ішкі қорқыныштарыңызбен күрес. Екі ойдың күресі. Өзіңіздің сенімсіздігіңізбен күрес. Ал кейбір тау ешкілерінде табыс көзімен байланысты, бизнес көзінде бір бәсекелестік орын алуы мүмкін. Қызмет орында. Немесе бір сынақ тапсыратын жағдай болады. Пікірталас орын алуы мүмкін. Көбінесе ойын ретінде. Үлкен олжаға ие боласыздар. Біраз жандарыңыз қиналып барып, бір шаруаға нүкте қоясыздар. Бір жемісін кейін беретін, нәтижесін кейін әкелетін шаруаны қолға аласыздар, күш саласыздар, алғашқы қадамдар жасайсыздар. Біраз жандарыңыз қиналып барып, олжаға, табысқа ие боласыздар. Бір іске нүкте қоясыздар. Кейде бір табыс көзімен байланысты шаруаны аяқтап, еңбек ақысына ие болып, басқа шаруаға көңіл бөлесіздер. Аптаның басында осыған дейін салған күштеріңізді қалпына келтіруге, өздеріңізге демалыс беруге деген сондай бір күй ойларыңызда басым болады. Ештеңеге зауқларыңыз жоқ, тыныштықты қалайтын сондай қызығушылық азайған күй пайда болуы мүмкін. Кейде бір талаптарға сай болмағаныңызға бола, өкпелі күйде боласыз, бір жан-жағыңызға ерегескен күйде. Жұмыс орныңыздағы бір талаптарға, басшыларыңыздың талаптарына. Кейбір тау ешкілерім аптаның басында ата-енелеріңізбен кездесетін жағдай болады, үйлеріңізге қонаққа келетін. Кейде жұмыс орнында сол билікке талас. Немесе өзіңіз өте талапшыл күйде боласыз. Сіздің бір талаптарыңызға жан-жағыңыз сай болмағанына бола, бір ерегесетін, өкпелі күйде болуыңыз мүмкін. Жоба жоспар құратын. Кейбір тау ешкілерім аптаның басында бір нақты маман иесімен кездесесіз, үйіңіздің бір шаруасын, немесе табыс көзіндегі бір шаруада. Қажет кеңесіне ие боласыз. Енді ақылы қызмет арқылы нақты бір маман адамды жалдап, бір шаруаңызды шешуіңіз мүмкін. Өзіңіз сезімнен гөрі санаға бейім күйде боласыз. Біраз сол зауқыңыз жоқ күйден кейін өзіңізді қолға алып, сол талаптарға сай болуға күш саласыз. Бір адамға кеңес беруге, немесе сол кеңес алуға, кеңес беруге дайын күйде боласыз. Кеңес беруді талап ететін, немесе өзіңізге қажет кеңес алуды талап ететін жағдай болады. Аптаның ортасында алдыңызға жақсы мүмкіндік келеді. Өзіңізді мұқтаж сезінген күймен байланысты шаруада. Бір жанашырлыққа, жылулыққа, қамқорлыққа, қолдауға, немесе кредит, қарызды жабуға қатысты, немесе бір
көбінесе қаржы жағынан жетіспеушілікпен байланысты шаруада ол жетіспеушілік бір нақты затты сатып алуға келгенде нақты сумма жетіспейтін жағдай болуы мүмкін. Сол жағдайда жақсы мүмкіндік келеді. Қарызыңызды жабуға қатысты жақсы мүмкіндік келеді. Немесе сол бір жетіспеушілікпен байланысты, мұқтаж күймен байланысты жаңалық естисіз. Табыс көзімен байланысты жақсы жаңалық естисіз. Бизнес көзімен жаңа табыс көзін қолға алуға мүмкіндік келеді. Жаңа табыс көзін көруге. Өзіңізге бір жаныңызға жағымды хабар естисіз. Бір адаммен араласқаннан бір-біріңізге бір шын жанашырлық танытатын, шынайы қол ұшын созатын бір-біріңізге күйде боласыздар. Бір адаммен араласқаннан жылы, жанға жылы әсер аласыз. Бір-біріңізге сыйлық ұсынатын, сыйлыққа ие болатын жағдай болады. Көбінесе бір жақсы хабар еститін, ғаламтор арқылы болуы да мүмкін. Жақсы мүмкіндікке ие болатын. Бір адамның жанашырлығына ие болатын күйде боласыз, қолдауына. Аптаның соңында бір тоқтап тұрған ісіңізге байланысты сол шаруаны орнынан жылжыту үшін мәліметтер жинайсыз. Ал кейбір тәуешкілер аптаның соңында бір іс сіз ойлаған уақытта жүзеге аспағанына бола, орнынан жылжымағанына бола, сол шаруаға көзқарасыңызды өзгертіп, сын көзқарастан өткізу арқылы сол шаруаға жаңадан баға беріп, кейінге шегеріп қоясыз. Өзіңізге қолайлы уақытқа дейін кейінге шегере тұруға шешім қабылдайсыз. Өзіңізге бір қажет мәліметтер жинау арқылы. Өзіңізге басқа бір қажеттіліктеріңізге көңіл бөлу үшін, одан да маңызды бір шаруаларға көңіл бөлу үшін бір орнынан жылжымаған шаруаны кейінге шегере тұрасыз. Ал кейбір тәуешкілер аптаның соңында денсаулықтарыңызға көңіл бөлесіздер. Денсаулықтарыңызды жақсарту үшін мәліметтер жинастырасыздар. Кейде бір жай ғана өзіңізге тыныштық беруге, бір шаруаларыңызды тоқтатып қойып, өзіңізге тыныштық беруге бейімділік артады, шешім қабылдайсыз. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңізге тыныш орын табуға шақырады. Өзіңізге бір тыныштық беру үшін жаныңызға. Жаныңыздың өзіңізге демалыс беру үшін. Бір жағдайыңызды ой елегінен өткізуге, шешім қабылдайтын жерде тыныштық беру үшін өзіңізге. Ойыңызды тиянақтап алуға, көңіл бөлуге шақырады. Тәуешкі жұлдызындағы көрермендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Су құйғыш жұлдызындағы көрермендеріме қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Аяқ асты бір өзгерістер болады. Кейде бір үйіңіздегі зат аяқ асты істен шығып қалуы мүмкін біраз уақытқа. Бірақ сіз немесе бір өзіңізді таң қалдыратын бір өзгерістер болады. Бірақ сіз сондай ақылға салатын, кең көзбен қарайтын, сабырға салатын, қобалжуға жол бермейтін, бір тыныштыққа жеңдіретін бойыңызда сондай күйіңіз, қасиетіңіз басым болады. Ақылға жеңдіретін қасиетіңіз басымдылық береді. Күтуге жеңдіретін. Сол бар жағдайға икемделетін, жағдайды бар қалпында қабылдауға икемделіп кететін. Икемділігіңіз басым болады. Екі істі бір уақытта жүзеге асыруға күш саласыз. Ойнап күліп жүріп, екі шаруаны бір уақытта шешесіз. Табыс көзімен байланысты бір істерді сәтті шешесіз. Екінші жұмыс орнына, қосымша табыс көзіне қолға алатын, күш салатын күйде боласыз. Бір өзіңізді қобалжытқан
күйден жаныңыз емделеді. Бір күйзеліс күйден арыласыз. Бір тепе-теңдік пайда болады тұрақсыз жағдайда. Тұрақсыздықта. Аптаның басында бір қулықпен байланысты, күдікпен байланысты, өтірікпен байланысты, шешім қабылдай алмай, шешімді кейінге шегерген жағдаймен байланысты шаруада жеңіске жетесіз. Жақсы нәтиже болады. Жақсы хабар аласыз. Жағдайдың барысын күтумен болған жағдайда жақсы хабар аласыз. Жақсы нәтижеге ие боласыз. Өзіңіздің салған күшіңіздің арқасында жақсы нәтижеге ие болуыңыз мүмкін. Немесе өзіңіздің салған күшіңіздің арқасында мақтауға ие боласыз, жан-жағыңыздың мойындауына. Кейде сол бір өтірікпен, күдікпен байланысты, шешім қабылдай алмай отырған жағдаймен байланысты, екі ойлы болған күймен байланысты шаруада жақсы жаңалық аласыз. Аптаның ортасында олжаға ие боласыз. Бір жағдайға бар қалпынан шатастырып қабылдайтын күйде боласыз бір жағдайды. Кейбір соқиғыштар бір әйел адаммен кездесу орын алады. Ауқатты бір әйел адаммен. Жас бойжеткен қызбен болуы мүмкін. Кешкі уақытта кездесу болуы мүмкін. Ал кейбіреулеріңізде біраз ғана уақыт қобалжу бойыңызды аяқ асты билеп, селіп кетеді біраз уақытта ғана. Бір адаммен қарым-қатынас орнатасыз жаңадан. Алдыңызға жақсы мүмкіндік келеді, табыс көзімен байланысты. Табыс көзін арттыруға қатысты. Кейбір соқиғыштар аптаның ортасында үлкен олжа келеді қолдарыңызға. Соған бола қобалжайсыздар. Немесе қобалжыған жағдайларыңызға қатысты. Үлкен ақша шығарып, бір алған заттарыңызға қатысты. Жақсы нәтижеге ие боласыздар. Хат-хабар алатын жағдай болады. Өзіңізді көбінесе қуандыратын. Ғаламтор арқылы бір жаңалық естуіңіз мүмкін. Алдыңызға бір қолыңызға жақсы мүмкіндік келеді. Табыс көзімен байланысты. Өзіңізге бұлыңғыр болып көрінген шаруада. Аптаның соңында өте мықты, өзіңізге сенімді күйде боласыз. Бір жамандық күткен, қобалжыған жағдайда өзіңіздің тәжірибеңізді пайдалану арқылы олжаға ие боласыз. Өте сақ күйде боласыз. Бірақ бір үйіңізге жиһаз алатын, немесе бір үлкен олжаға ие болатын күйде боласыз. Еңбек ақыға ие болатын. Бір нақты қадам жасауды талап ететін, жауапкершілік алуды талап ететін жағдай болады аптаның соңында. Бәсекелестікпен байланысты шаруада кеңдік танытатын күйде боласыз. Бір мықты әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Жанашырлық танытуды, кең көзбен қарауды, мейірімділік танытуды талап ететін жағдай болады аптаның соңында. Сол кең көзбен қарауға бейімділік артады бойыңызда. Соның арқасында сақ болған күйдегі шаруада үлкен олжаға ие боласыз. Немесе сол қажет затқа ие боласыз, күтіп отырған затқа. Кеңес аптаға деген. Сізде, сіздің жақындарыңызда, сіз жақсы көретін жандарда жаратушының жоғарыдағы күштердің қамқорында екенін ұмытпауға шақырады кеңес. Сізде, сіздің жақындарыңызда жоғарыдағы күштердің қамқорында, сондықтан бір өзіңіз үшін, жақындарыңыз үшін уайым мазалай бастағанда осы кеңесті естен шығармауға шақырады. Соқиғыштар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балықтар жұлдызындағы көрермендермен қаңтар айының 16-сы мен 22-сі аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Отбасымен байланысты, үйлеріңізбен байланысты бір шаруада
шаруаны қолға алуға деген қызығушылық артады бойыңызда. Аяқ асты бір лап етіп бір шаруаны жүзеге асыруға деген құштарлық пайда болады. Туғандарыңызбен кездесетін, бір туғандарыңызбен байланысты тойға, шақыруға баруға деген шақыру алуларыңыз мүмкін. Немесе үйлеріңізде қонақ күтетін жағдай болады. Бір туғандарыңыздың үйіне барасыз, жақындарыңыздың үйіне. Аяқ асты бір өзгерістер болады. Достарыңыз үйлеріңізге қонаққа келуі мүмкін. Туғандарыңызбен бір ара қатынасты жақсартуға мүмкіндік келеді. Бір адаммен түсіністік артады арада. Немесе сіз өзіңіз білмей, бір арада араздық пайда болған адаммен арада сол адам сізді түсінуі мүмкін. Осыған дейін түсінбеген бір жағдайды. Туып өскен жеріңізге баруыңыз мүмкін. Кейде бір достарыңызбен кездесу жай ғана орын алады. Сыйлыққа ие болатын, сыйлық ұсынатын жағдай болады. Бір үйіңізбен байланысты, жұмыс орныңызды айырбастаумен байланысты, көшіп қонумен байланысты шаруада жақсы ұсынысқа ие боласыз. Немесе туыстармен байланысты бір жағдайда, отбасыңызбен байланысты. Кейбір балықтарым бір отбасын құруға ұсыныс жасайсыздар. Ұсыныс жасауға шешім қабылдайсыздар. Немесе сіздерге сол отбасын құруға басыңыз бос болса, ұсыныс жасайтын жағдай болады. Енді жұптарыңыз болса, сондай жағдайда. Аптаның басында кейбір балықтардың бір әйел адаммен кездесу, араласу орын алады. Ол ұстаздарыңыз, балаларыңыздың ұстазы болуы мүмкін. Бір өзіңізге бұлыңғыр болып көрінген жағдайдың барысына қатысты қалай болар екен деген бір уай мазалаған, қобалжу мазалаған жағдайға қатысты жағдайыңыз жаңарады. Бір қиындықты, ауыртпашылықтан құтыласыз. Арқаңыздан бір ауыр жүк түскендей күйде боласыз. Өміріңізде жаңа кезең басталады. Үйіңіздің шаруасымен байланысты бір шаруаны аяқтайсыз. Туыстармен байланысты бір шаруаны. Бір нақты қадам жасауды, өміріңізге өзгеріс әкелетін бір шешім қабылдауды талап ететін жағдай болады. Кейбір балықтарында, кейбіреулеріңізде туғандарыңызбен бір құпия әңгіме болады. Бір шешім қабылдауға келген жерде араға салып талқылайсыздар бір шаруаны. Аптаның ортасында бір жағдай аяғына жетеді, бір ескірген жағдай шаруа соңына келеді. Немесе сол бір соңына келген шаруамен байланысты аяқталған затпен байланысты бір ескірген жаңаны алуға үнемділікке басымдылық беріп кейінге шегересіз. Үйлеріңіздің бір затымен байланысты шаруада. Бір білімдеріңізді арттыруға көңіл бөлесіздер, тәжірибелеріңізді арттыруға, ата-аналарыңыздың, туғандарыңызбен байланысты бір шаруада. Өте сақ күйде боласыз. Үйіңіздің бір шаруасына қатысты шығын шығаруға келгенде, отбасына қатысты бір шығын шығаруға келгенде өзгерістер орын алады. Кейбіреулеріңізде бір өздеріңізге жиынға шақыру аласыздар. Сол жиынға алатын сыйлыққа келгенде үнемділікке басымдылық берулеріңіз мүмкін. Бір салт дәстүрмен байланысты шаруаға қатысты. Бір өзгерістер орын алады. Жаңа жұмыс орнына, немесе жаңа көшіп қонатын жағдай. Жаңа орынға. Бір әдет болып қалған жағдайда өзгеріс орын алады. Өзіңізге беделі бар, бір адаммен араласатын, өзіңізге қажет кеңес алатын, бір құпия әңгіме орын алуы мүмкін тағы да аптаның ортасында. Аптаның соңында қажет кеңес алатын, аптаның соңында өте сезімтал күйде боласыз. Бір той тойлайтын, қуанатын жағдай болады. Ата-анаңызбен, бір қарт адаммен бірге бас қосып, көңілді күйде отыратын себеп пайда болуы мүмкін. Кейбір балықтарым, кейбіреулеріңізде құрбы құрдастарыңызбен, коллективпен, немесе туған туысқандарыңызбен бірге бас қосып отыратын бір жиынға, сол аптаға әсер беретін жағдай аптаның соңында болуы мүмкін.
сол шақыру алған жағдайды аптаның соңында орын алатын. Өзіңіз өте мейірімді, жан-жағыңызға жанашырлық танытатын күйде боласыз. Бір арманыңыз орындалған, немесе бір мақсатқа қолыңыз жеткендей, сондай бір сезімдегі жағдай болады. Енді кейбір балықтарында бір армандарыңыз орындалады, немесе бір кішігірім мақсаттарыңыз орындалады. Ойланатын күйде боласыз. Жағдайдың барлығын ой елегінен өткізетін, мейірімділік танытатын, жан-жағыңызға жанашырлық танытатын. Біраз қобалжып барып, бір қиындықтан құтыласыз аптаның соңында. Ойланып барып шешім қабылдауыңыз мүмкін. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында асықпаңыз, жағдайды асықтырмаңыз. Барлығы өз уақытында жүзеге асады деп кеңес еске салады. Балықтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.